Сәлем достар, мына үшінші бейнероликта бір комментарийni таңдап, сол адамға 5000 теңге жіберемін, егерде осы арнада 650 оқырман санына жетсе деп. Міне достар, 650 оқырман санына жетті. Бір адамға 5000 теңге беретін боламын. Оның нәтижесін көру үшін мына Telegram арнаға тіркеліп кетіңіздер, сол жақта нәтижесі шығатын болады. Кім біледі, мүмкін 5000 теңгені сіз аларсыз. Розыгрышты жалғастырудамын. 7000 теңге бір адамға беретін боламын осы бейнероликта. Ол условиясы, осы мен қазір көрсеткен проектке сіз регистрация өту керексіз. Регистрациясы тегін, ештеңе сұрамайды. Өтесіздер, өткеннен кейін мен рефералдың список бойынша бір адамды таңдап, сол адамға 7000 теңге жіберемін. 7000 теңге жіберемін, осы арнада 750 оқырманға жеткен кезде. Бәріне сәттілік достар. Бүгінгі проектте бүгін біздің назарымызда Шоу-банк. Бұл Шоу-банкта мен сіздерге 2 ай бұрын көрсеткен болатын. Ол жақтан біз 2 видеоны жүктеп, және де біз ақша таба аламыз деп айтқан болатын. Расымен біраз адам ақша тапты. Ол ақша табу жолы қазір бізге доступна емес, но біз басқа жолмен қазір ақша таба аламыз. Сол жайлы қазір сіздерге көрсететін боламын. Шоу-банктың жалпы өзінің түпкі тамырына өтіп, сіздерге кішігірім ақпарат беріп кетейін. Бұл Гонконгта 2022 жылы ашылған болатын, одан кейін Великобританияда 2023 ашылды. Бұл негізі Необанк. Необанк дегеніміз ол цифровой банк. Яғни өздерінің цифровой карточкалар бар. Бүкіл мемлекет бұл цифровой карточканы қолдана алады. Яғни кез келген мемлекетте отырып, сіз осы Шоу-банктан өзіңіз ақша құйып шығара аласыз. Негізі бұл жақта 3 жолмен ақша табуға болады. Біріншісі инвестиция, екіншісі депозит, үшіншісі облигация. Бүгін біз облигацияны туралы сөз қозғайтын боламыз. Ол жақтан қалай ақша табу керектігін қазір көрсететін боламын. Қазір сәтте облигацияда акция жүріп жатыр. Негізі Шоу-банкты Google Chrome'ға жазсаңыздар, біріншіден өзінің адресі шығады. Великобританияда расымен де кішігірім отделениялар бар екен. Одан кейін отзывқа кірсек, отзывта тек қана жақсы отзывтар қалдырған. Мен ойымша бұны өздері сатып алған. Енді бұның доменіне кірсек, қазір кіріп кетейік доменіне. Қараңыздар, 2022 жылы 07 айда регистрация өткен болатын. Яғни июль айында негізі рас, өйткені өздерінің официальный YouTube каналдарында Шоу-банктың бірінші видеосы июль айында салынған. Яғни рас, бұл басталған июль айында бастаған. Қазір сәтте 2032-ге дейін өздерінің домендарын сатып алған. Бұл яғни 2032-ге дейін бұл сайт істейтін болады. Ал ол ақша 2032-ге дейін төлейді, төлмейді деген ол әлі расталмаған. Сондықтан ешқандай бұл жақта гарантия жоқ. Қайтадан сайтқа өтейік. Ең бірінші біз бұл жақта регистрация өту керексіздер. Регистрациясы өте оңай. Мен бірден өзім жеке кабинетіме кіретін боламын, және де кіргеннен кейін сіздерге бірден акцияны көрсетеді. Міне 31 мартқа дейін бұл акция жүреді, яғни облигация сіздер 0,5 пен 2% аралығында аласыздар. Негізінде облигацияның проценті 0,2, ал сіз 31 мартқа дейін 0,5 пен 2% аралығында годовой процентін аласыздар. Жақсы, кіргеннен кейін сіздерге бастапқы бетте мәзірде сіздердің цифровой карточкаларыңыз көрсетіліп тұрады. Яғни 16 саны, даже өзінің CIV коды тұрады. Яғни мұның счетында 20 менде гонконгский доллар, яғни HKD дегеніміз ол гонконгский доллар деп айтылады. Жақсы, енді бірінші облигация кірейік. Яғни бұл жақтан қалай ақша табу керектігін сразу бірден сіздерге көрсетейін. Бұл жақта FP1-ден FP8-ге дейін барады. FP1 ол 0,5%, ал FP8 ол 2%. Бірақ көріп тұрғандай минимальный пополнение бұл жақта гонконгский доллар өте жоғары, яғни 800 мың HKD сіздер құю керексіздер. Біз жақсы минимальныдан көрсетейін сіздерге. FP1 ол 0,5%. Сіздер 4 жылға аласыздар бұны. Ай емес, күн емес, кәдімгі банк сияқты 4 жылға сіздер алатын боласыздар. Сумма облигация, яғни қанша тал аласыздар, бұл жақта біз бір тал аламыз, бір штук. Оны сіздер қалай төлейсіздер? Яқта кез келген криптовалюта бар. Мысалы, бізді өзіміздің банальный тизер TRS-20. Осын таңдайсыздар, мынау кәдімгі осындай сертификат сияқты көрсетіліп тұрады. И мына сумма к оплате 51 USDT. Мына бірінші FPID-іміз 51 доллар тұрады. Купить облигация деген басасыздар, егер алатын болсаңыздар. И мына адрес кошелекқа сіздер 51 доллар 28 цент жіберетін боласыздар.
жібергеннен кейін сіздердің счеттарыңызға келіп түседі, и потом сіздерді история облигация деген жақта мына жақта активировать етіледі. Яғни мысалы сізде FP1 деп тұрады, и сумма количество көрсетіліп тұрады, и астында таймер тұрады. Таймерға қарасаңыздар, астыңғы ол жақта обратный счетчик жүріп жатыр. Яғни сіздер обратный счетчик жүрген сайын 24 сағат сайын сізге дивиденді салынып отыратын болады. Мысалы мен бұл жақта FP2-ні сатып алдым 0,6%-пен. Мен бұл акция ілінбей алдым, сондықтан 0,5% менікі негізі. И мына жақта мысалы біреу сатып алдым. И қараңыздар, менде бұл жақта общий доход 17.280 гонконгский доллар. Бұл годовой доход. Сумма к оплате қарасаңыздар 256 USDT. Мен бұны 256 USDT сатып алдым 4 жылға. И мына ежедневно қараңыздар 12 гонконгский доллар беріледі сізге, апта сайын 84 гонконгский доллар беріледі, ай сайын 360 гонконгский доллар, годовой 4320 гонконгский доллар беріледі. Бұл годовой 4320. Мысалы мен 4320-ны 4 жылда аламын 17280 HKD, яғни гонконгский доллар. 17280. Аккаунтқа кіреміз, снять деген басам. Мысалы мен 17280 шешсем, ол доллар ретінде қанша болады. Соны қазір сіздерге айтып кететін боламын. 17280 ол 2000 доллар, 106 доллар. 2106 доллар яғни. Енді бұл 4 жылда. Егерде сіздер, мен уже бір есептеген болатын, егерде минимальный FP1-ді алатын болсаңыздар, сіздерге обратно 51 доллар қиястарды, обратно қателеспесем 300 доллар или 250 доллар обратно шешесіздер. Оны ол шақта өзіңіз есептеп алсаңыздар болады. Ал бұл жақтан қалай ақша шешеміз десеңіздер, мысалы сіздер дивидендіңіз түседі, түскеннен кейін автоматически сіздің өзіңіздің бағанағы виртуальный кошелектарыңызға түсетін болады, яғни виртуальный карточкаға. Түскеннен кейін сізде бұл жақта минимальный вывод 50 гонконгский доллар, яғни сіз счетыңызға 50 гонконгский доллар жинайсыз. Жинағаннан кейін мен 7 күнде 70 гонконгский доллар жинаймын. И потом мына жақта өзім адрес кошелегімді таңдаймын, мысалы 320, адрес кошелегімді енгіземін, и следующий этап деген басам. Яғни мен 7 күнде бір аптада 8 доллар 50 цент таза табысқа ие болады екен. Комиссия бұл жақта 3-те, яғни комиссия 4,9%. Өте көп емес енді. Все, жібересіздер выводқа, все ақшаларыңызды алып отырасыздар. Бар облигация осы, яғни ақша табу жолы. Ақшаны саласыздар, яғни облигацияға, потом сіздер күнделікті өз дивиденд алып, выводқа шешіп отырасыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер. Болашақта сіздерге выводты Telegram каналда көрсететін боламын. Расымен шығардым ба, шығармадым ба, одан кейін плюс тағы да бейнеролик түсіру мүмкінмін. Сұрақтарыңызды комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Апок, келесі көріскенше достар.